Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізде күн жылып, ауа райы керемет болып тұр. Қазына мен Сағадат далаға ойнап кеткен. Что шақырайын десем көрінбейді. Не болып кетті? Достар, анан қараңдар. Ой, не мынау? Мынау не? Байқап тұрсыңдар ма? Мынау Малефисента ғой, достар. Ужас. Қараңдар. Қарғалардың бәрі ұшып, жанталасып кетті ғой. Аспанды қараңдар. Найзағай ойнап кетті аспанда. Мама, қорқа бастадым мен. Терезені жабайын. Достар, мен далаға шықтым. Қазына мен Сағадатты іздеп келейін деп. Что-то жоқ олар. Вообще көрінбейді далада. Ана Малефисентадан қорқып тұрмалы кете ма деп. Тезде шығайық. Дала қап-қараңғы. Дала тып-тыныш. Что-то ешкім жоқ. Қаяқтан іздесем болады екен енді. Бисмилля. Қаяқта жүру мүмкін. Жақта жоқ. Мына жаққа барып көрейін. Что-то көрінбейді. Менің қорқып тұрған себебім Малефисента деген балаларды ұнатпайды ғой. Әне төбеде ұшып жүр. Достар, төбеде ұшып жүр әне. Мен тез тауып алайын Сағадат пен қазынаны. Қайда жүр екен? Даланың бәрі қап-қараңғы. Мына жақта бір адам жоқ далада. Айналаның бәрі қап-қараңғы. Мына жақтың бәрін қарап жүрмін, жоқ, что-то көрінбейді. Туннельге барайын десем қорқып тұрмын жалғыз өзім. Найзағай тағы ойнап жатыр. Тез тауып алу керек маған, достар. Достар, мен жан-жағын бәрін қарап жатырмын. Жоқ, что-то. Не, мына жақтың ешқайсысында жоқ. Аспанда деген найзағай ойнап тұр. Білмеймін, таппай жатырмын, жоқ. Қазына мен Сағадатты алып кетпесе ол. Малефисента деген балаларды ұнатпайды ғой өзі. Киносын көрген бетіндер балалар. Киносында ол Малефисента кішкентай балаларды ұнатпайды. Содан қорқып жүрмін мен. Достар, мынау стадион. Стадионда да жоқ, что-то. Біздің стадион. Стадионда да көрінбейді. Қап-қараңғы нәрсе свет жанып тұратын. По-моему, не істеді ғой деймін. Балалардың бәрі соны көріп қашып кетті ма деп тұрмын. Может, бір жерде қорқып бәрі тығылып отырған жүр. Осы стадионда ойнап жүру керек болған. Жоқ, не істейміз енді? Достар, не істесем екен енді? Жоқ. Мен сол бар нем қорқып тұрмын, достар. Ешкім жоқ. Қорқып тұрмын бір жағынан. Малефисента балаларды жақсы көрмейді ғой. Мама, Қазына? мама, сен көрдің ба? Немене? Мен көрдім, сен де көрдің ба? Анды біз поляда ойнап жүрік та, қыздармен, соңғы бір кезде Малефисентаға ұшып, андай молния бүйтіп сырқырап кеткен кезде бәрі қашып кетті. Мен қайда қашатынын білмей ағаштың артына тығылғам ғой. Сағадат қайда? Ол балалармен ойнап жүр, соңғы қайда кеткенін білмеймін мен. Сен өзің жаңғыз осында тұрдың ба? Сағадат қайда енді? Білмеймін, үйде емес пе не? Үйде жоқ, үйде ешкім жоқ. Папаң да далаға шығып кеткен прогулкаға жерден алып. Мен өзім жаңғыз отырғам ғой үйде. Сен не істесек болады? Мама, әне, қыр. Тез үйге барайық. Сағадатты не істейміз? Сағадатты іздеу керек бізге. Жоқ болып кетті анау қайтадан. Қараңдар, достар, жоқ болып кетті. Папа Сағадатты прогулкаға алып кеткен жоқ па? Сенімен ойнап жүрді ғой Сағадат. Соңғы қашып папаның қасына кеткен жоқ па? Жоқ, ой, қазына. Саған айттым ғой, сол балаға ие болшы деп ше, әйтеуір бірдемеге аралдайтын жүрді. Мама, может, үйде ол қашып кеткен шығар, сен шыққан кезде мына жаққа келіп бара жатқан кезде ол былай кетіп қалған шығар. Сендер балалар бәрін көрдіңдер ма оны? Көрдік. Малефисентаны? Көрдік. Сағадат да көру мүмкін ба? Сағадат неғып сенімен бірге жоқ? Білмеймін, ол басқа жаққа кетіп қалды ғой. Мен оған жүр дедім, басқа жаққа кетіп қалды ғой. Енді не істейміз?
Жоқ, Сағадат достар. Сағадат вечно әйтеуір жоғалтып жүреміз Сағадатты ше. Вечно сондай мен қорқып тұрмын. Сен білесің ба, Малефисентаның киносына барған кезде кішкентай балалар жақсы көрмейді ғой Малефисента. Иә, жақсы көрмейді ол кішкентай балалар. Сол үшін қорқып тұрмын ғой мен. Не істесек болады екен достар. Дала деген тас қараңғы, қазір светтің бәрі өшеді. Сосын біз Сағадатты таба алмай қаламыз. Ана кетіп бара жатқан балалар емес пе екен? Жоқ. Мына жақта балалар кетіп бара жатыр ғой. Сағадат емес я, мамаларымен кетіп бара жатыр екен олар. Ойбай, тез жүрейік. Қазір біздің артымыздан аңгып үйге кіріп алмасын. Тез жүрейік қасына. Достар, біз короче үйге келдік, может үйде шығар деп тұрмыз Сағадатты. Қап қараңғы. Кіруге қорқып тұрмын мен. Тоқта, фонар жағып алайын. Қасына. Не істейміз? Қорқып тұрмын мен. Достарына қараңдар, біздің подъезде Пеннивайз өстіп қолдарыңыздың қалдыр кететін мынандай. Ал мыналар Бабадук қолдарын істер Бабадуктың. Қараңдар. Қазына. Не істейміз? Қорқып тұрмын мен. Не істейміз? Сағадатты айдан табамыз. Терезеден қарап көрейік. Терезеден қалай қарайсың сен? Терезеден қалай қараймыз сен? Қызықсың. Қараңғыда, тас қараңғыда бүкіл нені дворды аралап іздеп келдік, жоқ қой. Достар, қазынаны таптым да, енді Сағадат тапқан жоқпын. Білмейміз, не істеуге болады. Жаман қорқып тұрмын, ана молния бүйтіп ойнаған кезде. Бірақ қорқынышты қорқып тұрмын қатты, достар. Үйімізге жақындап қалдық. Үйге кіруден қорқып тұрмын ғой мен еще. Не істейміз? Үйде жоқ болып қалса не істейміз ал? Мама, қат жасадым ана неден Малефисентадан қашамын. Балалардың бәрі үйіне қашып кетті ма? Иә. Сен неғып үйге қарай қашпадың енді? Ағыс болды ғой, олар нелер жақын болды Поляға. Достар, мына жаққа келіп тұр ғой мынау. Ана қараңдар кетті. Оба қасына кеттік, бұл тез. Үйге қарай кетейік, болды құрсын. Сағадат не істейміз енді? Қазір келіп қалатын шығар өзі. Біздің артымыздан аңдып жүрген сияқты ғой. Не істейміз содан кейін? Біздің артымыздан аңдып жүрген сияқты. Не істегенде қазір папаңа звондаймыз, Сағадатты іздеші деп айтамыз. Жүр, кір, бол тез. Что-то келе жатқан сияқты артымыздан. Ашылмайды. Қойшы. Достар, біз Сағадатты таба алмадық. Осы видеоның екінші частын күтсеңіздер, түсіреміз, Сағадатты іздейміз енді. Қатты қорқып тұрмын мен, Сағадат үйге келмей қала ма деп. Бірақ үйде папамыз да жоқ, кішкентай сестренкаларымыз да жоқ, Зерде де жоқ. Ол папамызбен прогулкаға кеткен, ол да жоқ, Сағадат та жоқ. Қазынаны ағаштардың арасынан тауып алып келдім. Осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер. Видеоның жалғасы керек болса комментарийға оны да жазып кетіңіздер. Біз сіздерден жауап күтеміз. Ал біз енді Сағадатты үйде күтіп отырамыз. Сау болыңыздар.